Сәлем достар, бүгін бастауыш сыныпта табиғат бұрышына апарып іліп қоятын қолдан жасалған күнтізбе жасаймыз. Ол үшін бізге бірінші диаметрі 28 сантиметрлік бір дөңгелек керек, және диаметрі 22 сантиметр болатын екінші дөңгелек керек. Сіздер диаметрін өзгертсеңіздер болады, мен енді солай алдым. Және диаметрі 18 сантиметр болатын үшінші дөңгелек керек. Осы үш дөңгелекті әдемілеп қиып аламыз. Мен картон қағаздан қиып алдым. Енді бірінші дөңгелектің үстіне 1-ден 31-ге дейінгі сандарды компьютерда теріп жазып жабыстырып шықтым. Екінші дөңгелекке аяттарын жабыстырып шықтым қаңтардан желтоқсанға дейін. Және үшінші дөңгелекке мен апта күндерін жабыстырып шықтым. Уақыт туралы түсінікті балаларға бірінші сыныптан бастап қалыптастыра бастаймыз. Мынау кеше болды, мынау ертең болады, мынау бүгін болды дегенді түсіну басында балаларға шынымен қиын болады. Егер балалардың қолына осындай көрнекілікті беріп қойсаңыз, мына стрелкаларды қозғалтып отырып, күндерді жылжытып отырып, айларды туралап қойып отырып, бала нақты қай уақыттың өтіп жатқанын жақсы түсінеді. Енді біз қазір осы жасаған күнтізбемізді жинаймыз. Ол үшін әр дөңгелектің ортасын, дәл ортасын, центрін тауып, оны тестім, және мынандай стрелка жасадым көк, және мынандай болт үйден тауып алдым. Осылармен мен енді жинаймын. Мына жерде бірінші стрелканы өткізу керек, мен ұмытып кетіппін. Екінші кішкене дөңгелекті өткіземіз. Одан кейін орташа дөңгелекті өткізіп аламыз жаңағы болтымыздан. Және ең соңында жаңағы ең үлкен 1-ден 31-ге дейінгі цифрлар жазылған дөңгелекті өткіземіз да, болттың бұрандасын алып, бекітеміз, бұрап бекітеміз. Сонда бізде осындай күнтізбе пайда болады. Балалар бұл күнтізбені өз қолдарымен ұстап, пайдалана отырып жасайды. Мысалы, бүгін 31 тамыз, стрелканы әкеп 31-не қояды. Астында тамызды көрсетіп тұрады, және күні бүгін сәрсенбі дегенді жылжытып әкеп қойып қоямыз. Егер ертеңгі күнді ауыстыратын болсақ, ертең 1 қыркүйек, аптаның күні бейсенбі деген, жаңағы ішкі дөңгелектен бейсенбі деген күнді әкеп жылжытып қоюға болады. Мысалы, оқушыларға кәдімгі күнтізбені ұсынамыз және айтамыз, 17 наурыз 2023 жылды көрсет, қай күн болады, аптаның қай күніне келеді екен деген сияқты тапсырма беруге болады. Балалар осылай өзі қолмен орындаған кезде тапсырманы тез түсінеді. Ал құрметті оқырмандарым, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, мен сіздермен қуана өз тәжірибемен бөлісетін боламын.